Былтыр өңірде есірткімен байланысты 173 құқық бұзушылық анықталып, 60-қа жуық адам сотталып кеткен. Мұндай мәліметті өңірдегі колледждердің студенттерімен кездесу кезінде полицейлер айтты. Тәртіп сақшылары, параспортшылар мен дәрігерлер қатысқан жиында есірткіден қашық жүру, жұқпалы аурулардан сақтану және салауатты өмір салтының маңыздылығы туралы егжей-тегжейлі айтылды. Закладчик болғандарыңыз сіздердің өз өмірлеріңізге балта шапқандарыңыз. Себебі сіз ондай қылмыс жасап қойдыңыздар ма? Сіздер әртүрлі жағдайға тап боласыздар. Сол жұмысты жеңіл ақша деп жалған уәде беріп, сіздерге беріп жатырған адамдар сіздерді бір-екі закладка жасағаннан кейін керісінше әншейін жасатқызып қояды деп түсіндіріп жатамыз. Ешқандай ақы төлемейді деп түсіндіріп жатамыз жастарымызға. Себебі сіз туралы уже оларда мәлімет болады, сіз қылмыс жасап қойдыңыздар. Жалпы деген АИТВ инфекциясынан сақтанудың бірден бір жолы, яғни қанмен байланысты жерлерде өте сақ болу керек, сосын жаңағыдай жыныстық, бейберекет жыныстық қатынасқа түспеу, одан кейін жұқтырған анадан балаға дейміз. Үшінші жолымыз жалпы өзімізді сақтасақ, яғни айтады ғой, мінез құлықты ауру деп, яғни өзімізді қадағалауымыз керек. Кездесу соңында студенттер QR-код жүйесі арқылы мамандарға анонимді түрде сұрақ қойып, сол жерде жауабын алды. Мөлдір Тұрғанова, Альбина Жамбылқызы, Фархат Тажибаев, Каспия Ньюс.